Нұржан ағам, үйіңізге шақырғаныңызға рахмет. Сізбен, сіздің отбасыңызбен жақынырақ таныссақ. Мен енді өзім атым Ыдырысов Нұржан. Осы Талдықорған қаласында 71 жылдан бері тұрып жатырмын. Жасым 68-де. Жаңағы 2 балам бар. Қызым, қазір ұлмен бірге тұрам. Немерелерім бар 3. Қазір енді мына зейнетке шыққаннан кейін сол балаларға көмектесіп, жаңағы немерелерім школға, садикке, спортқа бәрін өзім апарып алып келіп, менің енді соңғы жұмысым қазір сол болып жатыр. Зейнетке шығар алдында не жұмыс жасадыңыз, немен айналыстыңыз? Зейнетке шығар алдында енді бұрын жас кезімізде аккумулятор заводта істедік, осы Талдықорғандағы бүкіл Средний Азиядағы жалғыз завод қой. Одан кейін сауда жағында істедім. Мынау кейін бизнес жағы дейді ғой. Сонымен де істедім, көп салада жұмыс жасадым зейнетке шыққанға дейін. Сіздің жұмыстарыңыз, сіздің денсаулығыңызға бір зиян келтіретіндей жұмыс болды ма? Да, ол жаңағы аккумулятор заводы. Бұл жерден де. Қателеспесем Қайсар, иә? Қайсар завод емес па? Қайнар. Қазір Қайнар дейді. Бұрын Талдықорған жаңа аккумулятор завод деп солай айтылатын. Ол жаңа Совет үкіметі кезіндегі ең бүкілі мына Орта Азиядағы жалғыз завод. Сол кезде бізде осы Талдықорғанға салынған екен. Енді ол кезде республикада үлкен басшыларымыздың арқасында сол жас кезімізде сонда істедік. Жаңа оқуға барып келдік 6 айлық Ленинградқа. Өзім Ленинградта служит еткем. Соның жаңа сол заводқа барып, сол заводта істедік. Енді жас кезімізде ең бірінші алғашқы жұмысымның бірі болды ғой. Бірақ ол жерде мына денсаулыққа зиян екен. Қазір кезде ол кездерде 10 жыл жаңа заводта істесең, енді денсаулыққа зиян цехтары бар, сол жерде істедік. Сонда 10 жыл ерте жаңа біз 50 жаста пенсияға шығуымыз керек. Бірақ мына заман өзгеріп кетті да, жаңағы емендік алғаннан кейін оның бұрынғы нелерінің бәрі жойылды да, сол бізде елмен қатар алып шыққан. Сол кезде сол заводта ең бірінші ауырған, өзім ауырған болатын. Жаңағы язва 95 кешке дейді ғой. Содан көп жылдар, көп әкесі, мынау 10 жыл босқа ерте шығармайды екен. Жаңағы көп зияндары бар заводтың. Сондықтан кейін кездерде мына жас келгеннен кейін асқазаның ауырады, бауырың ауырады, жаңағы қаның көтеріледі. Ол заводта неше жыл істедіңіз? Ол заводта 12 жыл істедім. 12 жыл, иә? Сол 12 жылдың ішінде сіздің іш құрылысыңыз, язваңыз көп пайда болды, иә? денсаулықтарға зиян келтірді ғой. Оны қалай емдедіңіз? Енді оны түрлі докторлар арқылы больницаға да жатқан күніміз болды. Жаңағы язвамыздан кровотечение болып, реанимацияда жатқан күніміз болды. Көп жағдайлардан өттік қой. Бірақ енді бір Алла Тағаланың несі бар ма, жаңағы осы соңғы кездерде жаңағы телевизордан сіздердің жаңағы ламифарин өнімдерін көріп, сол жердегілердің айтып жатқанын етіп, міне 3 жылдай болды, осыны қолданып, жаңағы бұл енді менің өзім түсінгенім, өзіме жақсы көмектескені, мынау қан тамырларды тазалайды ғой деймін. Соны кейін мына бронхаға, хронический бронха, біз суық тегізіп қалай болса жас кезімізде жүрдік. Одан кейін мына бауыр ауырғанға, жаңағы іш құрылыс ауырғанға да көп көмектеседі. Соңғы жылдар мына жүрегім ауыратын. Соның қазір мына жүрек жағымен, сол жағымен былай жатамайтын. Қазір тәуба әйтеуір жартылай о жақпен де жатам. Қазір әйтеуір осы ламифарин өнімден ішкелі өзімді жақсы сезініп жүрмін. Сондықтан мен әлгі қалдырмай жылда ішіп жүретінім сол. 3 жыл болды ғой ішкеніме. Демек, біздің өнімді сіз алғаш жарнамадан көрдіңіз, иә? Теледидардан, жарнамадан. Оған дейін сіздің таныстарыңыздан бір ішіп, сізге кеңес ретінде айтқан ондай жағдай болған жоқ? Осы өзім телевизордан 1-2 рет көрдім, 1 рет радиодан естігем, өзі әлгі машинеде келатқанда. Одан кейін телевизордан көріп, содан кейін өзім соны қолдануға шешім қабылдап қолданып жүрмін. 3 жыл бұрын тапсырыс бердіңіз. Сізге консультация жасады? Жасады. Ой, қыздар ол звондап, жағдайыңыз қалай ішіп жатыр, денсаулығыңыз қалай болды, қандай әсер жатыр. Егер бірдеңке болмаса, звондаңыз деп ол жағдайды біліп тұрады қыздар. Рахмет. Консультация жасап, сізге
тапсырыңыз әкеп берді, біздің өнімді әкеп берді. Алғаш нәтижені, мүмкін денсаулығыңыздағы өзгерісті қашан байқадыңыз? Сізге қанша банк әкеп берді? Ең алғашқы 3 банкіден бастап. 3 банк әкеп берді. Енді ол кездерде мен бас кезінде ауырдым денем бәрі ауыратын, нететін. Сонда мен өзім кейін түсінгенім, сол әсер беріп, ана көп нәрселер тазалап, жаңағы мына қан тамырлары дейін тазаланады ғой деймін. Мен өзім енді сезімталмын көп нелерге, қазір әлгі медицинаға бармай, өзім осылай елдерден естіп, соның шетімді ішіп, жаңағыдай тамақ жағында аса майлы жемей сөйтіп өзі қазір өзімізге өзім қарайтын болдық қой жас келгеннен кейін. Ана көп ауыратын болғаннан кейін қазір тәуба. Өзім рөлде жүремін, өзім баратын жерге барам. Сондықтан бұл ламифариннің көмегі көп болды. Сонда қараңыз, 3 банканы іштіңіз. Алғашқы сізге әкеп берді бір курсын. Бір курсын ішіп, өзгерістер байқадыңыз, иә? Бір банкасын бітірдіңіз, 2, 3. Бас кезінде 1-2 банкіде ауырып жүрдім Бірақ енді қыздармен звондатып етіп едім, ағам может әсер беріп жатқан шығар, ол ақындап, тағы көріңіз ары қарай. Содан бастап 3 банкын толық бітіргеннен кейін уже жаңағы жақсы жаққа қарай өзім сезініп жүрмін ғой. Осы 2 банканы ішу барысында нәтиже көрмей, бір күмәніңіз болып, оны тастап кететін ойларыңыз болған жоқ? Жоқ, болған жоқ. Жаңағы енді әрине әр нелер ол бұл енді жаңағы бір әлгі дәрігердің дәрмектер емес қой, мына дәрілердің бәрі енді химикат, кейбірі аз өлт етеді, уақытша тоқтатады. Енді бұлар көбінесе мынау ауырып тұрған жерлерге көбірек ішу, енді өзім түсінгенім көбірек ішіп, жаңа біз ары қарай қолдана берсек, көп әсерін жақсылығын көреді екенсің. Біз неғұрлым жаңағы уақытша тоқтатып тастамай, соған жазатын не табу керек екен. Осылай жаңағындай ізденіс істесең. 3 банканы бітірдіңіз, бір курс аяқталды, сосын бірден тағы да келесі курсқа тапсырыс бердіңіз ба? Бердім. Біраз уақыт өткеннен кейін онда 5 банкаға бердім ғой деймін. Ұмытып қалдым, мен әйтеуір ақырындап іше бердім ғой. Неге десең енді мына телевизордан көргенде жаңағы нелерді елдер сөйлейді, солардың нәтижелерін көргенде соны кейін өзімде кішкене жақсы жағына кетіп бара жатқаннан кейін оны кейін жаңағы 3 жыл бойы ішіп келе жатырмын ғой. Сонда мен түсінгенімше сіздің таныстарыңыздан, мысалы біреу ламифаринді ішіп, мен жақсы болдым деп айтқан кісі болған жоқ. Болған жоқ. Тек қана жарнама, тек қана радио. Жарнамен мен өзімнің жаңағы результатына қарап жаңағы дұрыс жағын көргеннен кейін, жаңа сезгеннен кейін, денсаулығым жақсара бастағаннан кейін, содан кейін ары қарай маған ешқандай реклама да керек жоқ, жаңа ешкімнің айтқаны да керек жоқ, өзім ары қарай. Мен осы уақытқа дейін қабылдап келе жатырмын. Мынау қазір ең жақсы мынау капсулмен шыққаны жақсы болды. Мына соңғы несін ыңғайлы капсулмен алдым. Бұл енді анау көбіне сананы неткенде сыртқа бір алыс жолға жүріп кетсең, сол кездерде шілмей қалатын. Иә, көбісі айтады осы өзімен алып жүрген ыңғайлы, иә. Мынау қазір алып жүрген ыңғайлы, жаңағы қай жерде жүрсең де уақытында ішуге болады. Енді ол кездерде кішкене уақытында ішілмеген күндер болды. Мынау қазір капсуладағы енді ыңғайлы өте. Енді өзіңіз ішіп жүрген соң 3 жыл бойы өзіңіз таныстарыңызға, туыстарыңызға кеңес ретінде айтып жүргеніңіз бар ма? Жоқ, айтып жүрмін. Қазір мына әпкеме ішкіздім, ана жол алдында мен жаңағы бұрынғы немен алдым ғой. 4-еуін. Одан кейін тағы мына капсулмен шығарғанда тағы қыздар звондап, аға капсулмен шығарып жатыр, осылай қалай аласыз ба? Оны кейін мына жылдың аяғына қарай жаңағы бір не бар деді. В общем, жеңілдігі бар, соны кейін тағы бір не ойнатады, соған может нетіп қаласыз деп. Соны кейін енді бәрібір шетін болғаннан кейін алдым. Ал өзімдердікін жаңағы шешеміз бар, соған апарып беріп ішкізіп жатырмын. Одан кейін өзімнің үлкен әпкем бар менің алдымда. Сол кісіге ішіп жатырмыз, анау күні бір мұрны қанап нетіп, неге барған екен жаңағы. Енді жазда ол кісі саумал ішеді. Мен биыл ішкем жоқ, әйтпесе мен 1-2 жыл. Сонда анализдердің бәрі жақсы. Енді өзіме жақсы болғаннан кейін, жаңағы нәтиже болғаннан кейін, өзім таныстарыма, достарыма, жаңағы туысқандарыма айтып, өзімнің кейін көбіректен алам ғой, ана көбірек алғанда кішкене арзан болады ғой. Сондықтан енді ақыры ішетін болғаннан кейін, солардан біраз оларға да өздеріне ішкізіп көріп, жаңа апарып беріп нетіп жүрмін. Қазір олардан өзіңіз сатып алып, апарып беріп жүрсіз. Енді туысқандарым, жаңа әпкеме, жаңа шешемізге, ауылдағы
таныстарға алдымен ішіп көріңдер, бұл жақсы. Мен оларда енді менің жаңағы жүріс қимылымды, бұрынғы жағдайым мен қазіргі жағдайым бәрі көріп жүр ғой, жаңағы жақсы жағдай екен. Сондықтан оларда енді сеніп жүр, ішіп жатыр. Мен жаңағыда көптен алатыным сол. Кішкене көбірек алса, анау арзандап түседі ғой. Енді пенсионерлер, жаңа үлкен кісілер бізге сол жаңа пенсиямызға енді балалар да көмектеседі ғой, алым десең. Бірақ ана балалардан қайта-қайта ақша берші деп жүргенге біз өзіміз білмеймін, мен өз басыма сан етпеймін. Пенсиям бар, соған бәрі расходы любой кезде көмек беріп жатыр ғой балалар, былай да былай да. Сондықтан енді мына ем болу үшін мен өзім тек қана жаңа пенсиямнан осындай расходтарыма өзім емшіпа болсын деп осындай дүниені өзім аламын. Нұржан аға, сіз айттыңыз, сіздің туыстарыңыз сізді қазіргі күйіңіз бен бұрынғы күйіңіздің айырмашылығы бар екеніне көз жеткізді, иә? Бізге айтып берсеңіз, бұрынғы Нұржан қандай болды және бүгінгі Нұржанның айырмашылығы неде? Енді бұрынғы олармен кездескенде де адам енді ауырып жүргенін сезеді ғой. Жаңа денсаулық сұраймыз бірінші, ой, денсаулық осылай, мына жерің ауырып жүр, ана жер болып жатыр демес. Қазіргі кезде Аллаға шүкір, денсаулығым жақсы, түрімді көріп жүр, шапқылап барып жүргенді көріп жүр. Енді осы Ламмифаренді шығарған жаңа адамдарға рахмет айтамыз. Одан кейін осымен міне сіздер жұмыс жасап жатырсыздар, елдерге түсіндіріп, қыздар арашанда звондап қалым сұрақ қояды. Аға, қалыңыз қалай болып жатыр деп, сондықтан осы ұжымдарыңызға рахмет. Сол жерде істеп жүрген сіздерге бәріне денсаулық болсын. Алла Тағала күш-қуат, денсаулық беріп, жаңағы жастар бақытты болсын. Алла Тағала бәрін жақсылығын сол кісілерге бере берсін, осы сіздердің ұжымдарыңызға.